Қазақ халқының тарихы ерлік пен елдіктің, намыс пен нәзіктіктің қатар өрілген тағдыр жолы. Сол тарихта ерлердің қасында иық тірестіре жүріп, ақылымен тірек, жүрегімен демеу болған асыл жандар бар. Олар ердің серігі ғана емес, елдің берекесі, шаңырақтың шырағы, ұлт рухының сақтаушысы болған қазақ әйелдері. Сол тарихтың әр белесінде ананың ақ сүтімен дараған батылдық, әйел жүрегінен тараған мейірім мен қайсарлық жатыр. Қазақ әйелдері бесікті ғана тербетіп қоймай, елдің рухын тербеткен жандар. Олар бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербеткен. Керек кезде ақылымен ханға тірек, сөзімен ұйытқы, ерлігімен жауға қайсар болған. Батыр аналарымыз ұл тәрбиелеп қана қоймай, ұлт тәрбиеледі. Олар ұрпағына тек өмір емес, рух пен намыс сыйлады. Ақ жаулықты аналарымыздың даналығы мен сабырлығы талай буынды биікке жетеледі. Ұмай ана. Қазақ мифологиясында ұмай ана аналық құндылықтарды, әйелдер мен балаларды қорғаушы киелі құдайша. Ол сәбидің амандығы мен денсаулығын, отбасының бақ-берекесін күзетеді. Томирис 6 ғасырда өмір сүрген Сақ Массагет тайпаларының әйгілі патшайымы. Ол өз елін парсы патшасы Кир екіншінің әскерінен қорғап, шайқаста жеңіске жеткен. Аңыз бойынша Томирис Кир патшаны жеңіп, елінің тәуелсіздігін сақтап қалған батыр да қайсар әйел ретінде тарихта қалған. Домалақ ана. 17-18 ғасырларда ол тайпа мен ауыл өмірінде шешуші рөл атқарып, халық арасындағы бейбітшілік пен тәртіпті сақтауға үлес қосты. Бопай ханым. Ол ұлы мемлекет қайраткері, қазақтың ұлы ханы Абылай ханның жары. Бопай ханым орта жүздің арғын тайпасынан шыққан. Тарихи деректерде оның тек дәулеттен екені жастайынан ақылды, сабырлы, ел ісіне бейім болып өскен айтылады. Сапура Мәтен қызы. 18 ғасырда өмір сүрген, қазақ халқының азаттық күресіне қатысқан батыр қыздардың бірі ретінде ел аузында сақталған тарихи тұлға, ержүрек батыр, қол бастап шыққан қайсар қыз. Нәзипа Құлжанова. Қазақтың алғашқы ағартушы әйелдерінің бірі, ұстаз әрі журналист. Ол қазақ қыздарының білім алуына үлес қосып, оқу-ағарту ісін дамытуға еңбек сіңірген. Аққағаз Досжанова. Қазақтан шыққан алғашқы дәрігер әйелдердің бірі. Ол 20 ғасырдың басында медицина саласында қызмет етіп, халық денсаулығын жақсартуға үлес қосқан. Аққағаз Досжанова қазақ қыздарының білім алып, қоғамда белсенді болуына жол ашқан тарихи тұлға. Ғайни Хайруллина. Қазақ театр мен киносының белгілі актрисасы. Ол сахнада және фильмдерде түрлі рөлдерді сомдап, қазақ мәдениетінде өзіндік із қалдырған. Күләш Қынантаева. Қазақстан Республикасында мәдениет және білім саласында министрлік қызмет атқарған. Сондай-ақ театр мен кино өнерінде үлкен үлес қосқан тұлға. Оның өнер мен саясаттағы рөлі екі салада да есте қалады. Дина Нұрпейісова. Қазақтың белгілі күйші композиторы және домбыра шебері. Ол халық күйлерін жинап, жаңаша өңдеп, қазақ музыкалық мәдениетіне үлес қосқан. Мәншүк Маметова. Екінші дүниежүзілік соғыста жауға қарсы күрескен қазақ әйелдерінің бірі, Кеңес одағының батыры атағын алған. Ол артиллерист болып қызмет етіп, жауға қарсы ерлікпен шайқасқан. Әлия Молдағұлова. Кеңес одағының батыры атанған қазақ қызы, снайпер ретінде жауға қарсы ерлік көрсетті. Томирис әйелдер жасағы. Қазақстанда патриоттық тәрбиеге, әскери дайындыққа және әйелдердің әскери шеберлігін дамытуға бағытталған ұйым. Ол атауын тарихи батыр патшайым Томирис құрған батыр әйелдер жасағынан алған. Ұйым мүшелері әскери жаттығуларға, тарихи сабақтарға, патриоттық акцияларға және спорттық іс-шараларға белсенді қатысады. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жүйесінде ел қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мамандарды даярлауда Малкеждар Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институтының әйел қызметкерлерінің үлесінің айрықша екенде атап өткен жөн. Олар болашақ полиция қызметкерлерін кәсіби даярлыққа үйретіп,
патриоттық рух пен жауапкершілік сезімін қалыптастыруда белсенді еңбек етуде.